Өтірікші Әли. Қандай керемет күн, доп ойнауға дайынсың ба? Жоғары көтер доп, ұстадым, тағы ойнаймыз. Ура, қандай керемет ойын! Жылдам қайтты, керемет! Қазір лақтырамын. Мынаған қара! Қап, не бүлдіргенімді анам көрсе, ұрысады. Күн сәулесі, жылы жүрек, дастарқаным толы. Атпасымасам бақыт сәнді сәтті жеткілдім де ән. Қазақтың дәстүрлі тағамын пісіреміз әнімен бірге. Балам үйде болса қуанар еді. Әнмен бере тамақ пісіру өте жақсы. Сен мені естимісің әнімді? Анам білсе ұрысады, қалайда бір өтірік ойлап табуым керек. Енді мамама не деймін? Егер шындықты айтсам ұрыса ма екен? Жоқ, басқаша айту керек шығар. Айтайын ба, доп өзінен өзі ұшып кетті деп? Жоқ, ол сенбейді ғой. Ой, енді не істеймін? Әли, дастарханға кел, түскі ас дайын. Әли, көңіл күйің жоқ сияқты, бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс, аздап басым ауырып тұр. Тамақтанып ал, сосын аулаға шығып таза ауа жұтайық. Бүгін аулаға шықпай-ақ қояйық, күн ыстық сияқты. Уайымдама балам, бір сәт таза ауа жұту жақсы болады. Же балам, ыстық кезде дәмді болады. Абайлап айда балам. Мама, қарашы, біздің ит допты ұстай алмайсың. Таста, қазір ұстайсың. Әй, қайда бара жатырсың? Ойпырмай терезе сынған ба? Мына әйнек қалай сынған? Қазір доп тиіп кеткеннен шығар. Доп тимей тұрып тесіліп тұрғанда еді. Олай емес, анашым. Бұған не айтасың, Әли? Мен бәрін түсіндіремін да. Доппен аулада ойнап жүргенде байқаусызда терезеге қарай лақтырып жібердім, содан әйнек сынып қалды. Мені кешіресіз бе, анашым? Үйге кір, асықпай отырып сөйлесеміз. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Жарайды, мам. Егер адам өтірік айтатын болса, адамдар оны өтірікші деп ойлайды. Сосын оның басқа айтқан сөздеріне де сенбейді. Сенімділік жоғалады, балам. Сондықтан әрқашан шындықты айту керек. Бұл нағыз батыл адамның ісі. Түсіндім, анашым. Өтірік айтқаным үшін кешірім өтінемін. Абай бол, балам. Қолыңды кесіп кетпесін. Иә, мама.